Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Фатима. Бүгін осындай таңғы асқа арналған ерекше дәмді омлет рецебін ұсынамын. Өте оңай, тек жұмыртқа мен сүттен тұрады. 2 жұмыртқаға 100 мг сүт құйып, жақсылап араластырып, дәміне қарай сары май немесе қант қоссаңыз болады. Мен тек қана сары май қостым. Осындай ыстыққа төзімді ыдысқа құйып аламыз. Мен жай ғана кесеге құйдым. Және де алдын ала суымызды ыдыста қайнатып қоямыз. Астын өте жай басып, қауіпсіздік үшін астына осындай майлық салып, үстіне массамызды қоямыз. Бетін жауып, кем дегенде 10-15 минутқа қайнатып аламыз. Осылай қасықпен тексеруімізге болады. Беті қатып, піскені білініп тұрады. Оттан алып, бөлме температурасында сәл суытып аламыз. Және ұсына беруімізге болады осылай. Әртүрлі көкөністермен немесе басқа да заттармен ұсынсаңыз, әдемілеп үйдегілерге ұнайды. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.